Так, сабақты бастаймыз. Ең бірінші бұл жерде бізге маңызды нәрсе қалай жасау керек. Ең бірінші осы файлға доступ алу керек сізге. Бұл жерде енді сізге ссылка жібердім, бірақ ол доступқа жатпайды. Бірінші мына стрелканы басасыз да duplicate дегенді басасыз. Содан кейін open дегенді басасыз. И осылай copy деп шығу керек. И болды, сізде доступ бар деген сөз. И не істейсіз, ары қарай сізге келесі бет жасау үшін осыны аласыз да, мына 3 дегенге басасыз да, осы жерден басып, сол жақ контролды басып тұрасыз. То есть сол жақ alt пен shift'ті басып тұрасыз да бірге. Мышканы сол жағымен былай тартасыз да, осылай әкелесіз. Figma'да ыңғайлысы осылай жылжытқан кезде бірдей расстоянияны сізге тауып береді өзі автоматты түрде. И мына жерде 4 дегенді астыға түсіріп отырасыз. Енді өзіңіздің для удобства мына жақта реттеулі болса, сізге де ыңғайлы болады да. Осылай копия жасадыңыз, и келесі бетті жасау керек сізге. Не істейсіз? Чат ережелері деген сөзді аласыз да, например, Word ашып қойдыңыз осылай, или там Telegram'нан бір жерден, чтобы Ctrl-C-ны басып скопировать етесіз да. И осы жерге тақырыбына қоясыз чат ережелері деп. И мына жерде егер идеально әдемі болған қаласаңыз, именно осы плашкаға байланысты идеально әдемі болу үшін былай жасайсыз. Былай жақындатып аласыз, Ctrl-мен жаңағы мышканың ортасымен, колесомен жақындатып аласыз да, R-ді басасыз, ректангл шығады. Сосын сол жақ shiftпен былай үлкейтіп аласыз, мына екі арадағы пиксельді өлшеу үшін. Осыны алып мына жерге қоясыз. Жазған жаңағы тақырыптың ең оң жағына қоясыз да. И мына плашканы аласыз. Бұл мына жерде тұр, ректангл деп тұр астында. Соны мышкамен сол жағын басасыз да. Сол жақ контролды ұстап тұрып, сол жақ мышкамен былай қарай тартасыз. Осы пиксельге дейін. И осыны біз жаңағы backscape пен, space пен, немесе delete пен өлшей саласыз. Ол не үшін? Осылай мына жағы да бірдей 30 болу үшін қарап отырсаңыз, мына жерде барлық солай жасалған, солай әдемі кетеді. Если да заморачивать етіп, идеально жасасаңыз келсе, солай жасасаңыз болады. Так ол енді принципиально емес, қалай болса да тұра берсе болады, бірақ в идеале сондай болу керек. Осылай жасадыңыз тақырыбын. Келесі, мына жерден текстті аласыз, ең астына түсейік, ыңғайлы болу үшін. Алғашқы текстті алдыңыз, Ctrl-C-ны бастыңыз, копировать етіп, немесе Command-C, сізде MacBook болса, осы жерге қойдыңыз. Келесі текстті алдыңыз. В принципе, енді бұл copy-paste сіз үшін қиын емес деп ойлаймын. Сіз өйткені жасап жүрген адамсыз. И дальше үшінші текстті алдыңыз, дәл солай. Кейде PDF-тан алу ыңғайсыз болып жатады. Үшінші текстті қойдыңыз. Допустим, мына жерде сізде текст ұзын болып кетті. Ұзын текст болып кетті, не істейсіз? Мына жерден осыны ұстайсыз да, былай қарай жылжыта саласыз, болды. Барлығы әдемі болып тұрады. Допустим, мына бетті біттік. Енді бұл жерде мына жазуды өзгерту керек сізге. Бұл жерде уже чат ережелер деп тұр. Мынаны аласыз. То есть сол жақ контролды басып, мышканы сол жағын бассаңыз, мына жерде былай ашылады, группа ашылады. Мына group дегенді таңдайсыз. Былай емес, group дегенді таңдайсыз да. Shift пен сол жақ alt-ны басып тұрып, мышканы сол жағымен былай жылжытып шығарып аласыз. И осы жерге чат ережелер деген сөзді алып қоюыңыз керек. Ол сөзді сіз Word-тан либо басқа жерден копировать етіп алу керек, чтобы барлығы ыңғайлы болу үшін. Копировать етіп алдыңыз. Енді мына артықтарын өшіп тастайсыз. Біреуін ғана қалдырасыз да, сол текстті қоясыз, чат ережелері деп. Мына жерде бізде арасы қанша? 117 деп тұр. Чат ережелері дегенді аласыз да. Сол жақ shift пен alt-ны басып тұрып, сол жақ мышкамен тартасыз да. Осылай шетінге қоясыз.
Сосын сол жақ shift'ті басып тұрып екеуін таңдайсыз да мына жағына 171 деп жазасыз. Аралар өйткені сондай да, бұл 30 тұп. Келесісін аласыз да тура солай жылжытасыз. Сосын ары қарай ыңғайлы кету үшін Ctrl мен D-ны басып тұрсаңыз, осылай дальше кете береді да. Фигмада сондай да, дальше қайталана береді. Осылай бесеу жасап алдыңыз, жеткілікті. Барлығын аласыз. Одан бұрын мынаны өшіп тастайсыз. Сосын мынаны аласыз да, сол жаққа жылжытып қоясыз. И дәл ортада тұру үшін мына жерде ортаңғы выравниваниені басып саласыз. И болды. Осылай бізде дайын. Осы страницаның дизайны дайын. И сонымен болды, басқа ешқандай қиындық жоқ, жалпы. Осымен бітті. Енді ары қарай сізге не істеу керек? Сізге жаңағыдай анимация маңызды ғой. Байқағаным, чтобы кезек-кезегімен, рет-ретімен шығатындай. Ол үшін тура осы страницаны аласыз да, жасап біттіңіз, мынаны полностью жазып болдыңыз, до конца мына жерге дейін жаздыңыз, бүкіл жаңа текстті жаздыңыз. Одан кейін не істейсіз? Осыны сол жақ shift-пен alt-ны басып тұрып, мышканы сол жағын басып тұрып, осылай копировать етесіз. И мына жерде бізде 3 пункт бар, 2-3 пункт бар, демек 3 копия жасайсыз. Ctrl-ны басып саламын, мына осылай 3 копия шықты. Рет-ретімен қойып шығамыз, мына жерге реттілікке мән береміз, тоже ол өте ыңғайлы, реттеулі тұрса. И не істейміз? Соңғы вариант мынау. Одан кейін мына жерден аламыз да астыңғысын өшіп тастаймыз, екеуі қалады. Одан кейін екеуін өшіп тастаймыз. Бұл жерде қалай таңдап жатырмын? Ctrl-мен басып тұрамыз, мынаған таңдалады. Сосын Ctrl-мен Shift-ін бірге басып тұрамыз да, сол жақ мышкамен басып шығамыз, сол кезде барлығы таңдалады. И удалить етіп тастаймыз. Осылай қалады. Бізде сол кезде мынандай эффект пайда болады. Адам, сіз там сабақ жүргізіп жатқан кезде осылай аштық, презентацияны. Өзіңіз білетіндей, осындай эффект пайда болады. Және арасында жаңағыдай мерцание болмайды, ешқандай кедергі жоқ та. Кішкене андай бір жері дұрыс болмай қалу деген нәрсе жоқ. Себебі барлығын дұрыс жасадық. И осымен болды, ешқандай проблема жоқ. Қандай да сұрақтарыңыз болса, любой уақытта 24/7 қоя беріңіз. Кез келген сұрағыңызға жауап беремін.